Армысыздар оқырмандар. Абай қаласының орталық аудандық кітапханасы Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздер күніне орай Қазақстанның рәміздері ел тарихы атты ауызша онлайн журналын ұсынады. Мемлекеттік рәміздер бұл біздің егемендігіміздің, тәуелсіздігіміздің айғағы. Олар халқымыздың рухын, ұлттық болмысын, тарихын, арман мұратын бейнелейді. Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздері алғаш рет 1992 жылы 4 маусымда бекітілді. Осы күні тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік туы, елтаңбасы және әнұраны ресми түрде қабылданды. Кейінірек 2007 жылғы 4 маусымда Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздері туралы конституциялық заң қабылданды. Осы заңға сәйкес жыл сайын 4 маусым мемлекеттік рәміздер күні ретінде атап өтіледі. Әрбір азамат мемлекеттік рәміздерді білуге, құрметтеуге және қорғауға міндетті. Елтаңба мемлекеттің басты рәміздерінің бірі. Қазақстан Республикасы мемлекеттік елтаңбасының авторлары Жандарбек Мәлібеков пен Шот Аман Уәлиханов. Қазақстан Республикасы мемлекеттік елтаңбасы ұлы дала көшпенділері айрықша қастер тұтқан өмір мен мәңгіліктің, елдің бейбітшілігі мен өркендеуінің, мемлекеттің басты құндылықтары, ашық аспан мен жомарттықтың, халықтың өркендеуінің символы. Қазақстан Республикасы мемлекеттік туы мемлекеттің егемендік пен біртұтастықты білдіретін басты рәміздерінің бірі. Тудың авторы белгілі суретші Шәкен Ниязбеков. Ту ежелден елдің халқын біріктіру және оны белгілі бір мемлекеттік құрылымға сәйкестендіру міндетін атқарып келеді. Қазақстанның мемлекеттік туы ашық аспанды, бейбітшілікті, игілікті білдірсе, түстің біркелкілдігі еліміздің тұтастығын меңзейді. Қазақстан Республикасы мемлекеттік әнұраны мемлекеттің басты рәміздерінің бірі болып табылады. Әнұран ел азаматтарын тиімді әлеуметтік саяси топтастыру және этномәдени сәйкестендіру үшін қажетті маңызды дыбыстық символ. Тәуелсіз Қазақстанның тарихында еліміздің мемлекеттік гимні 2 рет 1992 және де 2006 жылдары бекітілді. Халықтың арасында кеңінен танымал «Менің Қазақстаным» патриоттық әні 2006 жылы жаңа мемлекеттік әнұран болып қабылданды. Ол әнді Шәмші Қалдаяқов 1956 жылы Жұмекен Нәжімеденовтың сөзіне жазған болатын. Қазақстан парламенті 2006 жылы 6 қаңтарда палаталардың бірлескен отырысында мемлекеттік рәміздер туралы жарлыққа тиісті түзету енгізіп, еліміздің жаңа мемлекеттік әнұранын бекітті.